Құрметті әріптестер, құрметті шеберлік сабағының қатысушылары, арамызда осы шеберлік сабағына қатысып отырған әйелдер қауымын алдағы келе жатқан халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Бүгін біз сіздерге қазақ тілі оқытуда комикс пен графикалық романды қолдану әдістемесі атты өзіміздің оқу әдістемелік құралымызды таныстырмақпыз. Құрастырғандар мен Ильясов Алдияр Жұматаевич, Қарағанды қаласы нөмірі 73-ші негізгі орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі, және Елеспаева Аялым Нұралықызы, Павлов атындағы жалпы білім беретін мектептің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі. Осы құралды жазу барысында біз комикс пен графикалық романдарды қолдану арқылы оқушылардың қазақ тіліндегі сөздік қорын молайту, сөйлеу мәдениетін қалыптастыру және шығармашылық ойлауын дамытуды мақсат етіп қойдық. Оқу әдістемелік құралды іске асыру нәтижесінде 8-ші сынып оқушылардың қазақ тілінде еркін сөйлеу деңгейі мен жазылым сапасы кемінде 25-30%-ға артқаны және жаңа сөздерді қолдану жиілігі мен сөйлем құрау дағдысында артқанын біз ол туралы жеткізгім келеді. Оқу әдістемелік құрал 24-25 оқу жылында, яғни бір оқу жыл көлемінде жүзеге асырылды. Нәтижелері оқу жылы соңында мониторингпен салыстырмалы талдау арқылы бағаланады. Осы мақсатта біз мынандай міндеттерді шығардық. Біріншісі ол қазақ тілі сабағында комикстерді тиімді қолдану, жаңа сөздерді тез есте сақтауға үйрету, шығармашылық ойлауды жетілдіру, мәтін мен суретті байланыстыра отырып түсіндіру, сөйлеу дағдыларын дамыту және түрлі жұмыс түрлерін кедергісіз орындауға баулу. Біздің күтілетін нәтиже мынандай. Қазақ тіліндегі жаңа сөздерді меңгереді, сөйлем құру мен диалог жүргізуге машықтанады, мәтінді суретпен байланыстырып түсінеді, комикс пен графикалық роман мазмұнында әңгімелей алады, грамматикалық құрылымдарды қолданады, шығармашылық жұмыс арқылы өз ойын жеткізеді. Топтық, жұптық, жеке жұмыстарға белсене қатысады және қазақ тіліне деген қызығушылығын арттырады. Келесі сөзді мен әріптесім Аялым Нұралықызына бергім келеді. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, келе жатқан мерекеміз құтты болсын. Жалпы осы біздің оқу әдістемелік құрал оқу жоспарының инвариантты бөлігінің оқу бағдарламалары және әдістемелік қамтамасыз ету барысында барлық деңгейдегі мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарды басшылыққа ала отырып әзірленді. Жалпы білім беретін мектептің қазақ тілінде оқытылмайтын 8-ші сыныбына сабақ беретін қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімдеріне қолдануға біз ұсынамыз. Көмекші құрал ретінде әріптесіміз екеуміз жасадық. Жалпы енді сіздер неге шынымен де комикстер мен графикалық романдарды қолдануды бұл әріптестеріміз таңдады деген заңды сұрақ туындауы мүмкін. Енді былай қарасаңыз, жалпы бізде оқушыны сөйлету мәселесі, оқушыны қатысымға шақыру мәселесі біздің қазақ тілі мен әдебиеті, өзге аудиторияда қазақ тілі мен әдебиетінен сабақ беретін мұғалімдердің басты мәселесі болып тұр ғой қазір. Жалпы біздің Қарағандыда қазақ тілін шет тілі әдістемесі негізінде оқыту мәселесінің көтерілгеніне 3 жыл болды. Енді бізде қарап қалған жоқпыз. Мен өзім шет ел тілі курсына жазылдым осы мәселені зерттеу мақсатында. Сол курсқа жазылу барысында мен ағылшын курстарын үйреніп жүрмін. Сонда
олардың тапсырмаларының барлығы, яғни визуалдылыққа, жаңағы бір көрнекілікке, ол бастауыш деп бөлінбейді, ол орта буын деп бөлінбейді, барлығында тек көрнекілікке басты назар аударылады екен. Сондықтан да мен де ойладым, неге бізде бастауышта ғана көрнекілікті қолданамыз, неге біз мысалы 8-ші сыныпта шынымен де визуалды мәтіндерге назар аудармасқа деп. Осының нәтижесінде 2,5 жылдық еңбектің нәтижесімен біз әріптесіміз екеуміз осындай әдістемелік нұсқаулықты әзірледік. Біздің алдымызда әлі де басқа сыныптарға да жасау ойымызда бар, орта буынға жасау ойымызда бар. Енді біз сіздердің алдарыңызға мынау бір слайдқа назар аударуларыңызды сұраймын. Осы жерде міне берілген мәтін және сурет. Осы екеуі бір ақпаратты беріп тұр. Бірақ сіздер қалай ойлайсыздар? Қайсысын оқушы, өздеріңізді оқушы орнында есептеп айттыңыздаршы, қайсысын сіздер тез қабылдайсыздар, қайсысын көп естеріңізде сақтауларыңыз мүмкін? Әріптестер, кері байланыс болса сіздердің тараптарыңыздан. Иә, жалпы осы ғалымдар бізде көп нәрсені оқушылардың жаңағы визуалды ақпаратты жадында сақтауын зерттеп айтып кеткен. Өздеріңіз көрсеңіздер де болады, мына жерде есте сақтау пирамидасын біз сіздерге мысал ретінде көрсетіп қойдық. Бұл жерде оқыған нәрсесін кез келген адам болсын, кез келген оқушы болсын, ол 10% ғана есінде сақтайды екен. Ал егер аудиовизуалды қабылдау арқылы ол 20. Ал бізде сонымен қатар тек ол аудиовизуалды қабылдамайды, ол практикада қолданады, ол оқушы өзі салуы мүмкін. Немесе біздің берілген... Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Тұрой сіздерге презентация. Иә, көрініп тұр. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мына әріптестеріміздің алып отырған комикс тақырыбы қазіргі кезде ең қажетті бағдарламалардың бірімен жасалып отырған суреттер мен мәтіндер арқылы оқиғаны баяндайтын өнер түрі болып тұр. Себебі комиксті жасау үшін де біраз өзіміздің оқуымыз керек алдымен. Неге үйретеді комикстің пайдасы? Міне көріп отырғанымыздай оқуға ынталандырады. Жаңа айтып жатырмыз, көп балалар, яғни оқушылар, кітапты оқудан бұрын жаңағы суретін қарауға қызығады. Екіншіден, тіл үйренеді деп жатырмыз, жаңа сөздерді мәтін арқылы тез меңгереді. Үшіншіден, күрделі тақырыптарды жеңілдетеді, былай қарасақ. Қазіргі кезде білесіздер, жаңағы екінші бағытта оқытатын сыныптарда ғылым, тарих, психология, философия тақырыбындағы мәтіндер қамтылған. Ал ол тақырыптарды меңгерту, біз сол пәндердің мұғалімі болмағандықтан бізге де қиындау түседі. Себебі басқа тілді оқушылар ғой. Қазіргі таңда комикстер тек супер қаһармандар ғана емес, бұл білім беру мен тәрбие құралы ретінде қолданылып отыр. Енді комикс жасау жаңа бағдарламаларында айтып өтті. Енді біз енді жоғарғы буын ретінде әлі толық меңгермей жатырмыз. Оңай нәрсе емес. Себебі бағдарламаны білмейінше нақты сол шығармаға сай келетін баланы қызықтыратындай суреттерді таңдап алуда оңай емес. Енді байқап көріп жүргеніміз жаңа Canva, сосын Richmaker деген сияқты үлгілерін қолданады екен. Енді оның өзінде де таңдап қолданбаса, біліп үйренбесе оңай емес екен. Міне әріптесіміз айтып отыр ғой, 100 рет естігенше 1 рет көр дейді. Не болмаса ғалымдар 60-шы жылдары айтып өткен, 1960-шы жылдары айтып өткен шығарманың жаңағы оқығаннан 20%-ын көріп, 30%-ын естіп, 20%-ын көріп,
50% қабылдайды деп. Қазіргі күні енді қазір 70% қабылдайды деп жатырмыз. Енді осы алып отырған біздің әріптестерімізді осы бастаған істерін әрі қарай жалғастырса деп ойлаймын. Жетістіктерге жете берсін. Себебі неге? Міне көріп отырмыз, осы таяуда ғана ертегіге байланысты комикстар конкурсы байқау өтті. Сол байқауда да міне көптеген әріптестеріміздің жұмыс жасап жатқанын көріп отырмыз. Осы менің айтар пікірім. Құрметті әріптес, көп рахмет кері байланысыңызға. Атыңыз жазылмаған екен, енді сонда да сіздің осындай сындарлы кері байланыс бергеніңізге көп рахмет. Біздің осы жұмысымызға алдағы уақытта құрметті әріптестер белсенді қатысуларыңызды сұраймыз. Жалпы, жаңа әріптесіміз айтып кетті, көрген нәрсені оқушы әрине көбірек есінде сақтайды. Жалпы алғанда осы оқу әдістемелік құрал біздің Қарағанды қаласының Юрий Николаевич Павлов атындағы мен істейтін мектепте және 73-ші негізгі мектептің базасында осы 2024-2025 оқу жылында апробациядан өтті. Апробацияға 2 мектептің 8-ші сыныптарынан жалпы бізде 135 оқушы қатысты. Апробация қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің аясында өтті. Осы апробация барысында біздің әріптестеріміз де белсенді қатысты. Әріптестеріме де үлкен алғыс айтып қоюға мүмкіндік бар қазір. Енді жалпы біздің апробацияның мақсаты комикс пен графикалық романдарды оқу үдерісіне енгізу арқылы оқушылардың жаңағы оқу сауаттылығын, әдеби танымдық талдауын және шығармашылық қабілеттерін дамыту болды. Содан бірнеше міндеттер туындады. Сол міндеттерді орындау барысында біз біраз кедергілерді жеңдік деп ойлаймын. Жалпы мына жерде өздеріңіз біздің өткізген диагностикаларымыздың нәтижелерін көрсеңіздер болады. Білімін жетілдіру нәтижелері біз тестілеу негізінде алдық. Соның бәрі сіздердің алдыларыңызда сандар мониторинг түрінде берілген. Біз тек диагностика жүргізген жоқпыз, онымен қатар біз жаңағы осы апробацияға қатысушы оқушылардың ата-аналарынан, сосын қатысқан педагогтерден де сауалнама алдық. Соңында оқушылардың осы апробация нәтижелері туралы берген сұрақтар, қарапайым сұрақтар алдық енді оқушыларға түсінікті болу үшін, өйткені бұл білесіздер өзге тілді аудитория ғой. Сонда мына жерде өздеріңіз көрсеңіздер, жалпы комикс пен графикалық роман сабаққа қызығушылығыңды арттырды ма деген сұрақ бірінші болды бізде. Өйткені оқушының қызығушылығын қазір білесіздер ұстап тұру, оқушының қызығушылығын арттыру біздің басты мәселелеріміздің бірі. Сонда міне 82% оқушыларымыздың, жаңағы 135 оқушы қатысты дедік қой, солардың 82% шынымен де біздің қызығушылығымыз артты деген осындай бізге деген нәтиже берді. Сауалнама нәтижесінде бұл өзі бізді өте қуантты. Мәтінді түсіну жеңілдеді деді көп оқушыларымыз. Қазақ тілінде сөйлеуде деген сенімділігіміз артты деген оқушылар да болды. Себебі олардың алдында мәтін де тұр. Жаңағы ол сурет тұр, сол сурет бойынша олар өздері кәдімгі шағын диалогтық қазіргі біздің методикамыздағы шынымен де енді айту керек, оны айтпаса болмайды. Биология, химия, қазір біздің оқытып жүргеніміз физика, оның мынандай үлкен текстері беріледі, ал оның орнына біз кәдімгідей диалогтық оқытуға басты назар аудардық, диалогтық тексттерге басты назар аудардық. Жаңағы біздің оқу әдістемелік құралымыздың мәтіндерінің өзі жаңағы оқушылардың деңгейіне сай сараланып алынды. Енді сіздер айтуларыңыз мүмкін, комикс бәрімізге таныс, ал енді графикалық роман деген не деп. Комикс дегеніміз, мына жерде сіздердің алдыларыңызға презентация көрініп тұр ғой, әріптестер? Иә, көрініп тұр. Енді осы жерде мысалы қайсы комикс, қайсы графикалық роман деп ойлайсыздар? Сіздерге алдыларыңызға қарапайым түсіндірме берілген. Әріптестер, яғни комикс дегеніміз қысқа әрі жеңіл оқылатын әңгіме.
иә. Ал графикалық роман біздің пәніміз қазір кіріктіріліп оқытылады ғой, қазақ тілі мен әдебиеті. Бұрынғыдай біз бастаған кезде осы педагогикалық еңбек жолымызды біз шынымен де қазақ тілі, қазақ әдебиеті деп өзге ұлтты аудиторияны да оқыттық. Ал қазір бізде екі пән кіріктірілгендіктен біз тапсырмаларды орындау барысында, тапсырмаларды жаңағы құрастыру барысында комикстарды біз қазақ тілі жағына, қазақ тілі бойынша тақырыптарға лексикалық алдық. Ал графикалық романдарды біз көркем шығармаларға, әрбір бөлімде бір көркем шығарма қамтылатын, өздеріңіз білесіздер ғой, бір көркем шығарманы әдеби. Яғни біз әдебиетке көбіне графикалық роман бойынша тапсырмалар бердік әдебиеттің тақырыптарына, ал комикстарды біз жаңағы қазақ тілі мен әдебиетіне, қазақ әдебиетіне қарай графикалық романдарды алдық. Енді құрметті сәлеметсіздер ме? Баршаларыңызды халықаралық әйелдер мейрамымен шын жүректен құттықтаймын. Мен мынау Аяулым Нұрайлықызы әріптесіме, яғни мен де қазақ тілі пәнінің мұғалімімін. Бұл кісінің алып отырған жалпы тақырыбы, мәселесі, айтылып отырған тақырып өте маңызды деп санаймын. Иә, шынымен де қазір сабақта балалардың көңілін аулау өте қиынға соғады. Иә, қазір балаларды көбіне шыны керек телефон тәрбиелеуде ғой балаларды. Енді осы орайда жаңағы осылай сабақта пайдалану, осы комикстарды пайдалану мен мысалы өте тиімді деп ойлаймын. Тіпті мысалы қазір балаларға тапсырма бергенде мысалы тіпті алайық, жиынтық бағалауымыздың өзі плюс қой, жаңағы галочка қой дегенмен соған кеттік қой қазір. Мысалы кез келген құралда, сабақта пайдаланатын оқу құралдарын мысалы оны комиксқа айналдырып, неге сабақта қызықтырақ өткізбеске. Мысалы қарапайым дәптерді де сөйлетіп қойға болады, қаламды да сөйлетіп қойға болады. Мысалы қаламды алып жаңағындай қазіргі бұрынғыдай мазмұндама, шығарма қазақ тілі сабақтарында көбіне жазылмай кетті ғой, оған мән аса берілмей кетті да. Мысалы қаламның мұңын айтып қойға болады, қаламды көрсетіп, менімен қазір бұрынғыдай шығарма, мазмұндама жазбайсыздар деген сияқты балаға біріншіден ой салып қоясың, екіншіден жаңағы өзіңе де ұтымды сабағыңды қызықты өткізуге болады деп ойлаймын. Сондықтан мен мына жердегі сізде беріліп отырған суреттер, мысалы осылай суреттер арқылы толыққанды мысалы қазақ тілі әдебиет сабағында балаға тақырыпты меңгертуге болады деп мен ойлаймын. Құрметті әріптес, меруерт әріптес, берген кері байланысыңызға көп рахмет. Жалпы енді сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Берілген презентация арқылы комикс дегеніміз жаңағы қысқа әрі жеңіл оқылатын суретті әңгіме. Ол тапсырмаларды, комикс тапсырмаларын біз жаңа айтып өттім, қазақ тілінен лексикалық тақырыптарға бердік те, графикалық романды біз әдебиеттен келетін тақырыптарға, жаңағы орыс аудиториясына графикалық роман бойынша тапсырмаларды құрастырдық оқу әдістемелік біздің құралымызда. Енді сіздерге, құрметті әріптестер, сәл сергіп алуды ұсынам. Сіздердің алдарыңызда презентация берілген. Бұл презентацияда қазір біз енді телефонсыз, смартфонсыз, жасанды интеллектсіз өмірімізді елестете алмайтын болдық қой. Бұл жерде сіздерге Алдар көсемен Тазша баланың заманауи бейнесі берілген. Сіздерге тапсырма берсем деп отырмын. Чатқа осы Алдар көсемен Тазша бала бір-біріне қандай хабарлама жазуы мүмкін? Хабарламаны чатқа жазып көрсетсеңіздер. Осы сурет бойынша жазу керек па, Аяулым Елеспаева?
Иә, осы сурет бойынша екеуінің арасындағы диалогты смс түрінде бере аласыздар ма? смс комик жақсы. ретінде беруге мүмкіндігі бар ма? Әріптестер, көп жазып керек емес. Міне алғашқы хаттар да келіп қалды. Бір сәлем тазша бала, не істеп отырсың? Алдар Көсенің айтқаны смс-і. Тазша бала: сәлем Алдар аға, мен бүгін байды тағы қалай алдаймыз деп отырмын дейді. Осындай қызықты бізге комикс смс келіпті чатымызға. Тағы бір смс келген екен. Алдардан келіпті, Алдар Көседен. Мен алдармын, менен жас білгір болсаң да, тазша бала болсаң да, сені де бір алдармын деген тамаша жаңағы поэзия түріндегі бір смс келген екен. Әріптес, бізді қолдап атқаныңызға көп рахмет. Тағы бір смс-ті оқып жүруге рұқсат етіңіздер. Алдар: ай, мен соны ойлап отыр едім, бай бүгін базарға барыпты дейді. Жаңағы алдыңғы смс-тің жалғасы сияқты. Тазша бала: онда жоспар дайын, сен байға сиқырлы қапсат дейді. Осындай смс-тер келіпті. Міне, әріптестер, өздеріңіз көргендей, жаңағы чатта оқығандай, осылай оқушыларға тіпті ауызша да осындай тапсырмаларды, түрлі қызықты тапсырмаларды комикс түрінде беріп, кез келген сабақты қызықты, оқушының есінде сақтайтындай, оқушы ақпаратты көбірек білетіндей етіп алуға болады. Енді келесі, білесіздер, бізде фразеологизмдер, мақал-мәтелдер, осыны оқушы есінде сақтату үшін, оның үстінде өзге тілді аудиторияда есіне сақтату үшін осындай мем түріндегі комикстерде өзіміздің сабақтарымызда көбірек қолдансақ та болады. Бұны біз сіздерге жаңағы идея сабақтарыңызға, алдағы жұмыстарыңызға бағыт-бағдар ретінде беріп отырмыз. Мысалы, бірінші мына жерде сіздерге екі қайықтың басын ұстаған суға кетер деп, солай ма? Иә, тамаша. Осындай мақалды осылай оқушы есінде сақтатуға, оқушы есінде, әрине олар мысалы кеме, қайықты біледі ғой, осыны суретке қарап анықтатып оқушылардың есінде сақтатуға болады. Екінші сурет бойынша құрметті
әріптестер, қалай ойлайсыздар? Мынау қай фразеологизм немесе мақал болуы мүмкін? Ой, екі көзі төрт болу. Иә, екі көзі төрт болу. Рахмет. Сіз біздің өте белсенді әріптесіміз екенсіз. Енді Қызығып қарап отырмыз. Иә. енді Мынау келесі так, Тілімнің ұшында тұр деп. тілі байлану. иә, тіл байлану немесе тілімнің ұшында тұр деп айтуға да болады, иә. Мынау енді Так, бұл аузын буған өгіздей деген бір тіркес бар еді ғой. иә, сол тұрақты тіркес, иә. Көп рахмет сіздерге. Енді жалпы біраз сергіп алдық деп ойлаймын. Енді өзіміздің жаңағы оқу әдістемелік құралымызға оралсақ, оқу әдістемелік құралды жазу барысында біз дайын комикстарды алдық. Жасанды интеллект жаңағы көмегімен жасалған бізде осындай комикс үлгілері де біздің жаңағы оқу әдістемелік құралымызда бар. Сонымен қатар оқушыларға өздеріне де тапсырма үлгілерін де көрсетіп өтейік. Мына жерде мысалы жаңа айттым ғой мен, әдебиеттен келетін тақырыптарға біз негізі графикалық роман жасаңыздар деп оқушыларға тапсырма береміз деп. Осыны оқушыларға өздеріне осындай тапсырма ретінде беріп, сабақ өту барысында 8-ші сыныптағы жаңағы Әбдіжәміл Нұрпейісовтің қан мен тері бойынша осындай тапсырма беруге болады. Бұның бәрі біздің оқу әдістемелік құралда қамтылған. Қазақстан мұнай мекені деген бізде 16-шы сабақ бар. Онда мұнайдың тарихын жеке жұмыс ретінде осылай мәтін беріп, мәтін бойынша мынандай тапсырма. Мәтін бойынша 3 кадрлы комикс жасаңыз. Онда жаңағы мәтінді оқу барысында оқушы түсіну керек, жаңағы мұнайдың алғашқы табылған сәтін өзі бейнелеу керек, мұнай өндіру үдерісін бейнелеу керек, және экологиялық ой немесе үнемдеу туралы жаңағы хабарлама оқушыларға жазғызу туралы тапсырма беруге болады. 8-ші сыныпта сабақ беретін әріптестеріміз болса білет, су бар жерде дәулет бар деген 29-шы сабақ бар. Сонда су тіршіліктің негізі деген осындай жеке жұмыста ұсынуға болады. Бұл жерде міне тапсырмасы сіздерге алдыларыңызда тұр. Жалпы біз таңдап алған тақырыптарымыз осы бағдарлама бойынша бөлімдеріміз білім, ғылым, инновацияны алдық, сауда жасай білесің бе бөлімін алдық, жаһандық энергетикалық проблемалар, достық пен татулық таптырмас бақыт, кәсіп бақыттың шырағы, еңбек ырыстың бұлағы, Қазақстанның су ресурстары бөлімдері бойынша жалпы 34 сағатқа арналған тапсырмаларды әзірледік. Ол тапсырмалар жаңа оқу әдістемелік біздің құралымызда көрініс тапты. Онымен қатар сарапшылардың оқу әдістемелік орталықтың сарапшыларының берген кері байланысының негізінде мұғалімдерге қолдануға ыңғайлы болсын деп Қарағанды облысының мұғалімдеріне арналған біз 34 сағатқа әріптесіміз екеуміз қысқа мерзімді жоспарда жасадық. Қысқа мерзімді жоспарда қосымша ретінде біздің оқу әдістемелік құралға берілді. Жалпы әр тапсырмада біз бағалау критерийлерін ұмытпадық. Критерий бойынша оқушы өзінің дескриптор бойынша өзінің қандай баға алғанын бүгін сабақта біліп отыратын болады. Енді мына жерде тапсырманың үлгісі тағы да алдыларыңызға берілген. Бұл жерде біздің оқушылардың салған комикстары. Мынау комикс өзіме қатты ұнаған комикстардың бірі болды. Себебі қазір біз бейнелеу өнерінен, сызудан қол үзіп қалдық деп, қазір қайтадан соны оқу бағдарламасына енгізу мәселелері қаралып жатыр. Біздің министріміз, оқу ағарту министрі Жұлдыз Досбергенқызы осы мәселеге қатты көңіл бөліп жатыр. Осының барлығында біздің талантты оқушыларымыз қазір художественный мектеп дейді ғой жаңағы, соны іздеп кеткен жайы бар ғой. Шынымен де, өйткені мектеп программасынан тек бастауышта ғана бейнелеуді қалдыру, бұл шынымен де мен де дұрыс емес деп ойлаймын. Осындай біздің талантты оқушыларымыз бар деп көрсету үшін сіздердің алдыларыңызға осындай комикстердің кейбір үлгілерін көрсетіп отырмыз презентациямызда. Мынау біздің оқушылардың салғандары бар. Қосымша біз жасанды интеллект арқылы жасаған комикстарымыз бар. Солардың барлығын сіздердің алдыларыңызға көрсетіп отырмыз. Мынау біздің өткізген сабақтарымыздың бір
парасы бұл жерде жаңағы екі мектептің оқушыларының осы сабақ барыстары берілген. Жалпы оқу әдістемелік құралда жасау барысында тақырыптарда біз шынымен де оқушыларды сөйлетуге, жеке жұмыс жасауға, топта жұмыс жасауға, жұптық жұмыс жасауға баулу тапсырмаларын көбірек алып қарастырдық. Енді біздің уақытымызда бітуге таяу. Сіздерге бүгінгі әріптесіміз екеумізге кері байланысты 2 жұлдыз 1 ұсыныс түрінде берсеңіздер деген біздің тілегіміз бар. Жалпы айтарларыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, қосарларыңыз болса, біздің алдағы осы жұмысымызды одан әрі жандандыру бойынша ұсыныстарыңыз болса, айта отырсаңыздар. Енді әріптестеріме ойымды айтып өтсем, көзбен көрген анық дейді, құлақпен естіген танық дейді. Яғни көзбен көрген нәрсенің барлығы ол өз тәжірибесімен немесе бір нақты жағдаймен бетпе-бет келген кезде оның шындығын, анықтығын дұрыс бағалай алатынын білдіреді. Ал құлақпен естіген танық деген есту арқылы алынған ақпарат, басқалардың айтқандары әрқашанда толық немесе дәл болмауы мүмкін. Біз мына жерде көзбен көріп те, құлақпен естіп отырмыз. Яғни анықты да, танықты да көріп отырмыз. Анық болып тұрғаны, міне бұл кісілердің осы комикс бағытында жақсы жұмыстар жүргізгенін көріп отырмыз. Комикс түрінде, мем түрінде, яғни қазіргі күні балаларды қызықтыратын жаңағы ақпарат құралдарын қолдана отырып, жасанды интеллекті қолдана отырып, мынау сурет бейнелеу өнерін дамыта отырып, тек жаңағы ақпараттық технология бағытында ғана кетіп қалмай, өнер бағытына да бет бұрып отырғанын көріп отырмыз. Яғни бұл бізге енді анық болып отыр, өзіміз көріп отырмыз. Ал енді ұсыныс ретінде танық болып отырғаны, осы қандай бағдарламаларды қолдандыңыздар, соны нақтырақ айтып, бізге де түсіндіріп, тағы да бір осындай кездесу ұйымдастырасыздар ма деген ой бар. Құрметті әріптес, берген кері байланысыңызға рахмет. Енді алда біз айттық қой, жаңағы біз бұнымен тоқтап қалмаймыз. Орта буынға да жазу ойымызда бар, 5-ші сыныпқа жазсақ па деген ойымыз бар. Себебі бастауыштан келген бетте біз оларды бір үлкен мәтіндерге кіргізіп жүрмей, негізі диалогтық оқытуға байланысты осы комикстармен қызықтырсақ деген ойымыз бар.